Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін көрпешеге арналған оюды ойып, тігіп көрсететін боламын. Және де қалай қию керектігін және жабыстыру керектігін көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп кет. Ең алдымен ою лекаласын сызып аламыз. Мен жай ғана осындай қағаз түрін алдым. Алдымен қолымызды жаттықтырып алу үшін осындай жай ғана қағазды қолдансаңыздар болады. Дәл осылай мен жасағандай видеоға қарап жасап шығыңыздар. Қағазды дәл осылай бүктеп шығамыз, бірдей етіп. Мен оюдың өлшемін 16-да 16 болғанын қаладым. Сіздер өздеріңізге керекті өлшемді аласыздар. Дәл осылай бүктеп болғаннан кейін біз оюымызды сызып бастаймыз. Бұл оюдың аты қошқар мүйіз. Оюыңызды қаншалықты әдемі сызсаңыз, оюыңыз да дәл солай әдемі болып шығады.